Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін кешкі асқа осындай ауызашарға жеңіл, өте сіңімді, өте керемет және тез дайын болатын кеспе сорпасын дайындайтын боламыз. Олай болса, бисмилля деп кірісейік. Ең бірінші етімізді осылай ұсақтап турап аламыз. Кешкі асқа не жасаймын деп білмей отырсаңыз, дәл осы кеспе сорпасын міндетті түрде жасап көріңіздер. Қарапайым ғана кеспе сорпасы болса да, өте дәмді, сіңімді әрі тез жасалатын тағамның түрі. Енді осындай бір бас сәбізімізді де кубиктап турап шығамын. Екі картобымызды да 4 бұрыштылап турап аламыз. Қатты ұсақ болып кетпесін, орташа көлемде ғана тураймыз. Құрметті оқырмандарым, алда тағы да жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаның үстіне басып қоюды ұмытпаңыздар. Бір бас пияз тураймыз, өздеріңізге ұнайтындай көлемде етіп турап алсаңыздар болады. Енді май құйылған қызып тұрған қазанымызға бірінші етімізді салып 5-6 минуттай қуырамыз. Етіміздің кішкене суы тартыла бастағанда пиязымызды да салып, кішкене сарайғанша қуыратын боламыз. Турап алған картоп сәбізімізде қосамыз, араластырып, сорпамызға жақсы түс пен дәм беру үшін бір ас қасық томат пастасын да қосуды ұмытпаңыздар. Болмаса, бір дана қызанақты да ұсақтап турап қоссаңыздар болады. Мен бір дана қызанақты ұсақтап турап қостым және бір ас қасық толар-толмас томат пастасын да қостым. Араластырамыз және дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Бетін жауып 5 минуттай қуырамыз. Үстіне салқын су құямыз және 2 лавр жапырағын салуды да ұмытпаңыздар. Сорпаға ерекше дәмін береді. Асын жоғары отта қойып қайнататын боламыз. Енді кеспені дайындаймыз. Бір жұмыртқамызды алып, үстіне жарты шай қасық тұз салып, қолымызбен тұз ерігенше араластырамыз және 4 ас қасық су құямыз. Менде ол видеоға түспей қалыпты. Және осы керегінше ұн салып, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Егер адам саны көп болса, 2 жұмыртқа қолдансаңыздар да болады. Қатты да емес, жұмсақ та емес, яғни орташа тығыздықта бізде осындай қамыр илейтін боламыз. 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Енді қамырымызды алып, жайып алатын боламыз. Ұнымызды себелей отырып, жайып аламыз. Құрметті оқырмандарым, осы каналымның жоғары қарай дамуына кішкене болса да өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін осы видеоны достарыңызға, таныстарыңызға, барлық WhatsApp группаларға немесе басқа да әлеуметтік желілерге поделиться етіп, бөлісіп, осы каналдың дамуына үлестеріңізді қоса аласыздар. Жайманы жайып алғаннан кейін бетіне ұн сеуіп 3-4 минуттай қалдыратын боламыз. Сол кезде беттері кеуіп бізге кескенге өте ыңғайлы болады. Және осылай оқтаумен жинақтап алып, өзіңізге ұнайтындай көлемде осылай барлығын ұсақтап жіңішкелеп кесіп аламыз. Тіпті алдын ала көп деп дайындап қойсаңыздар, өздеріңізге де жақсы. Аяқ астынан тек тамақ жасайтын кезде қолдана қоясыздар. Осылай жабыспай өте әдемі болып шығады. Қайнап жатқан сорпамызға кеспемізді салып, тағы да 5-6 минуттай қайнатып алатын боламыз. Кеспесін көп салып қоймаңыздар. Сорпасының барлығын өзіне сіңіріп қою болып қалады. Көп салып қойсаңыздар, кішкенеден салсаңыздар өте керемет болып шығады және тез пісетін болады. Құрметті оқырмандарым, алда тағы да қандай рецептерді көргіңіз келеді, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Міндетті түрде оқып, соны жасайтын боламын. Міне осылай кеспе сорпамызды бетін ас көкпен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Қарапайым ғана сорпа болса да, ол өте жеңіл, сіңімді, керемет ас болып табылады. Ал енді осы ауызашарға жасаған сорпадан кейін шаймен бірге ұсынатын
бір ғана жұмыртқадан жасалатын, ешқандай таразсыз, өте керемет болып, жұмсақ болып шығатын, бір жасағаннан шығатын кекстарды дайындайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқамызға бір кесе қант қосып, венчикпен жұмыртқамыз ағарғанша араластыратын боламыз. Міне осылай жұмыртқаңыз аппақ болып көпіршіп, кішкене болса да көтерілу керек. Бір кесе сүт құямыз, салқын болса да, жылы болса да бәрібір, және бір кесе сұйық май құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. 2 кесе ұнымызға 1 пакетик тағы қопсытқыш, яғни разрыхлительді де қосып араластырамыз, және осы ұнымызды елеуіштен өткізіп, жұмыртқалы массамызға жайлап отырып қосатын боламыз. Бірден қоспаңыздар, себебі ұнымыз түйіршік болып қалуы мүмкін. Сол үшін шетінен 2-ге бөле отырып қоссаңыздар болады. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Бізде осындай қоймалы жын, қатты сұйықта емес, қоюда емес, орташа осындай қамыр шығатын болады. Дайын болған массамызды арнайы кекске арналған формаларымызға 2 ас қасықтан құйып, алдын ала қыздырып қойған пешімізге 165-170 градуста 30 минуттай, яғни кекстеріміз қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өздеріңіздің пештеріңіздің температурасына қарай қойсаңыздар болады. Іштері піспей немесе қатты күйіп кетпесін. Міне біздің кекстарымыз дайын болды. Бір жақ жері тез арада дайын болады және өте керемет бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға да барлығына да ұнайтынына сөзсіз. Міне өте жұмсақ, іші толықтай пісіп шығады. Баршаңызға ас болсын.